Армысыздар, құрметті біздің көрермендеріміз, қадірлі замандастар. Тікелей эфирде Айнұр Әбдірәсілқызы, халықаралық дәрежедегі емші парапсихолог, дінтанушы ғалым және психолог. Қош келдіңіздер. Шолпан Сағынова бірінші болып қосылдыңыз. Көп рахмет. Назар аударып, іздеп, тыңдап отырғандарыңызға рахмет. Сонымен, сіздердің сауалдарыңыз қойылғанға дейін біз өз сол мақсатпен эфирге қосыламыз барлық уақытта. Тікелей эфирге қосылып, тікелей қойылған сауалдарға тікелей жауап береміз. Сіздердің сауалдарыңыз қойылғанға дейін мен алдағы жаңалықтар туралы немесе болып өткен нәрселер туралы айтып өтейін. Біріншіден, осыған дейін көптеген оқырмандарымыз бізді тыңдау арқылы келіп ем қабылдаған Ихе Гаджилер атты Таиланд королінің емшісі біздің орталықта тағы да ем жүргізеді. Шамамен біз ол кісіні келесі айға қоятын болуымыз керек, желтоқсан айының алғашқы 10 күндігіне. Бұл сіздердің жинақтауларыңызға, сұраныстарыңызға байланысты болмақ. Сондықтан Ихе Гаджилердің осыған дейінде емін алған қаншама адамдар сарыла күтіп жүрген болатын. Тек Астанада ғана емес, еліміздің түкпір-түкпірінен келіп, содан кейін ол кісі Ақтау қаласында, Ақтөбе қаласында ем жүргізгенде барып қаралған адамдар бар. Енді бұл жолы ол кісі Астанаға келмекші, сондықтан қазірден жазылып тіркеле берулеріңізге болады. Жоғарыдағы номерді көріп тұрсыздар, 8708 425 28 29 номері. Осы номер арқылы бүкіл біздің региондарға да жазылуға болады. Және дәл осы секілді 776 деп басталатын номер бар, 777 деп басталатын номерлер бар. Барлығы да біздің админдердің номерлері. Сондықтан сол арқылы жазылып тіркеулеріңізге болады. Нақты уақытын әрине жақындағанда айтамыз. Бірақ әзірге шамамен желтоқсанның алғашқы 10 күндігі деп жоспарлап отырмыз. Ол кісіде ұзақ уақыт бола алмайды. 10 күн ең көп дегенде бір апта болады. Сондықтан мүмкіндіктеріңіз болса, ертедек жазылып қойыңыздар. Ол кісі туралы толық мәліметті біз алдада береміз, бірақ осыған дейінде бірнеше рет біздің парақшамызда толыққанды жазылған. Ол кісінің қандай науқастарды емдейтіні, 16 түрлі науқасты емдейтіні барлығы жазылған. Негізінен алғанда ине терапиясымен емдейді. Ол кісі әрі фитотерапевт, яғни шөпті өзі жасап емдейтін адам. Бірақ бұл жолы ол кісі шөптерін алып келе ме жоқ па бізге әлі белгісіз. Негізінен алғанда инемен емдеудің әлемдегі ең үздік шеберлерінің бірі. Өте күрделі ауруларды, ревматоидты, артритті, ревматоидты басқа да ауруларды, содан кейін аутоиммундық кейбір ауруларды, әйелдердің бедеулік ауруларын, ерлердің простата безінің суықтауын, көптеген неврологиялық ауруларды және басқа да жиі кездесетін ауруларды, бауыр бүйрек ауруларын ол кісі осы бір әдістің өзімен-ақ емдей алады. Бірақ әрине біреуге аз ғана ем қабылдау жетеді, біреуге көп қабылдау керек болады. Барлығында ол кісі өзі айтады. Ол кісінің емі туралы, оның бағасы туралы толық мәлімет бұған дейін берілген, алдағы уақытта да біз беріп отырамыз. Сонымен бұл бірінші жаңалығымыз. Екіншіден, біздің орталықтың бізде жаңадан қосылып отырғанда оқырмандарымыз бар. Біздің орталық жайлы білмейтіндер үшін екі ауыз сөз назарларыңызға сала кетейік. Біздің орталығымыз Астана қаласында орналасқан. Орталықта ең көп жасалатын ем түрлері біріншіден Құран шариғат бойынша, ислам шариғаты бойынша Құранмен дем салу. Мұны енді егер парапсихология тілінде алса, оны аураны тазалау деп айтады. Біздің мұсылманшылықта оны дем салу деп айтады. Құран оқып, Құранмен дем салу дейді. Арабшада оны руқия деп айтады. Кәдімгі руқия оқу. Сонымен біздің орталықтағы ең көп жасалатын қызмет түрі біріншіден дем салу, екіншіден массаждың барлық түрлері, соның ішінде емдік медициналық массаж бар, оның ішінде остеопластикалық массаж бар, басқа да классикалық массаж түрлері де бар, және инемен емдеу де бар біздің орталығымызда. Содан кейін бұл орталықта балалар ауруларының көптеген түрлері емделеді, ЗПР, аутизм сауықтырылады, және ойын құмарлыққа, арақ құмарлыққа, нашақорлыққа салынған адамдар сауықтырылады. Емделу деген басқа ұғым, сауықтырылу деген басқа ұғым. Олардың барлығы кешенді терапия арқылы емделеді. Сондықтан орталық туралы осы қысқа да нұсқа біздің беріп отырған мәліметіміз осы. Орталықтың басшысы ретінде менің бірнеше тренингтерім бар, оны білесіздер. Тағдырды түзету бағдарламасы бар, саналы өмір атты психологиялық мега тренинг бар, 12 сағаттан тұратын, барлығы онлайнда тұрғандар. Сол секілді 40-тан кейінгілерге 40 кеңес деген тренингіміз бар, және шешендік өнер атты кәсіби курсымыз бар. Бұлардың барлығы онлайнда. Ал енді онлайнға шықпаған, тек қана офлайнда болатын біздің жұрттың баласына ұқсама деген эксклюзивті тренингіміз бар. Қаржылық сауаттылықтың 20 қадамы деген тренингіміз бар, және
рухани тазару, яғни тура мағынасында ол дуадан тазару. Осындай бірнеше аттас тренингтеріміз бар. Олардың барлығында біздің байырғы оқырмандарымыз жақсы біледі. Мұның бәрін біз тек жаңадан келген оқырмандардың назарына салу үшін ғана айтып отырмыз. Сондықтан біздің орталыққа келіп ем-дом қабылдауларыңызға болады, алдағы тренингтерімізге жазылуларыңызға болады. Және оқырманға сүйінші хабар, желтоқсан айында менің деген сөз ғой, біздің деген сіздер түсінесіздер, мен барлық уақытта біздің деп сөйлеймін, демек менің Астана қаласында арнайы тренингім болады. Осы бастан талапкер ретінде жазылып қоюларыңызға болады. Орын саны әдеттегідей шектеулі. Өйткені аудиториямен тығыз жұмыс істеу үшін аудиторияның аз болғаны жақсы. Сонымен ары қарай жүрейік. Құралай Шапиева, сіз өткен жолда осы сұрақты қойдыңыз да, қашып кеттіңіз ау деймін, сол кезде жауап берілген жоғарыдағы телефонға хабарласыңыз, немесе дәл осының 777, 776 деп басталатын сыңарлары бар, хабарласыңыз. Өткен жолда жақсылап тұрып айтқанбыз, түйе деген жарықтықтан үйренетін тамаша тәмсіл бар. Оны қазақ бір ауыз сөзбен түйеге жантақ керек болса мойнын содады дейді деп өткен жол әдемілеп айтқанбыз. Сондықтан бізге күніне бірнеше жүздеген адам хабарласады. Бірнеше жүздеген 500 адамның арасында жазатайым сіздің аты жөніңіз ұмытылып қалып жатса, немесе бар болғанмен көзге түспей қалып жатса, ілуде біреуде сондай жағдай болып қалады, енді барлық адамда емес. Оған қатты алаңдаудың керегі жоқ. Ем-дом қабылдағыңыз келетін рас болса, жайнап тұрған номерлерге хабарласыңыз. Бір атам заманда жазылып қойылып едік деп бәрін естен шығарып отырмаңыздар. Және айтпақшы, өткен жолда мен айтқамын, сауатты оқырмандарымызға рахмет, хабарласты. Мен айтқан болатым, менің кезегіме жазылып қойылғандар, сіздердің араларыңызда ауыр жағдайдағы адамдар болса, онкологиялық аурулар, ауыр стадиядағылар, күттірмейтін жағдайдағылар болса, қайта хабарласыңыздар дегенмін. Қайта хабарласыңыздар, алдағы резерв орындарға сіздерді қоямыз дегенбіз. Өйткені жағдай қиын адамдарды біз сөз жоқ бірінші қарастырамыз. Екі адам хабарласып, екі адам емес, бірнеше адам хабарласып, соның ішінде екі адамды біз алдағы резерв орынға қоя алдық. Әр ай сайын 2-3 резерв орны шығады. Өйткені мен мың сан рет айтқанмын, демге жазылып қойған адамдардың кейде келе алмай қалатын жағдайы болады, кейде таза болмай қалатын жағдайы болады, кейде жұмыс орнынан жібермейді, той шығады, жиын болады, сөйтіп келе алмайтын кездер болады. Сондықтан ай сайын 2-3 резерв орын пайда болып отырады. Сол резерв орындарға біз ең күрделі жағдайдағы адамдарды қоямыз деп айтқан едік. Жазып жатқан адамдар бар, басқаларыңызға да құлақ қағыс осы. Ары қарай жүрейік. Эпилепсия деген ең жеңіл емделетін аурулардың бірі, ол жай ғана неврологиялық ауру. Әрине эпилепсиядан қаншама адам емделіп кетті. Әрине ем бар эпилепсияға. Орталыққа келсеңіздер, одан кейін бәрін көресіздер. Невропатологтың емін үнемі қабылдап жүріңіздер, ол міндетті түрде. Ешқашан дәрігерден қол үзуге болмайды. Қандай да бір күрделі науқас болған соң дәрігерден қол үзуге болмайды, бірақ сонымен бір мезгілде біздің орталықтағы барлық ем-шара түрлерін қабылдаңыздар. Соның екеуі сіздер үшін өте қажетті. Оның бірі остеопластикалық массаж, екіншісі Құранмен дем салу. Әрине, үшіншісі де бар, ол психотерапиялық кеңес. Оның көп болуы шарт емес, ол бір-ақ реткісі жеткілікті. Құранмен дем салу кемінде 3 күн, кейде 5-7 күнге дейін ұласады. Және остеопластикалық массаж ол 5 күнге дейінгі аралықта жасалады. Шолпан 01, жақсы сұрақ қойып отырсыз. Саламатсыз ба апай, қатты грипп болып, одан адам зорға жүрсе, өзі зорға жүрсе дейді, намазды хотя бы 3 күнге үзе тұруға бола ма дейді. Шамам болмай, ерініп кеттім ба, оқысам да түк сезінбей отырмын дейді. Негізі былай ғой. Өте абыройсыз өзі бір адамды діңкелетіп жіберетін аурулар болады. Тұмау солай, өйткені бүкіл денені ұстайды, бүкіл денені қалшылдатады, бүкіл денеге әсер етеді. Қан қысымының көтерілуі сол секілді. Және улану, отравление дейміз ғой, ол да сондай. Бүкіл денені алып тұратын сондай аурулар болады, бірақ адамның адамдығы, мықтылығы сондайда сыналады. Аяқ қолыңыз жүруге жарап тұрма, төсегіңізге жетіп жатырсыз ба, тамағыңызды ішіп жатырсыз ба, соған жеткен күш жігер намаз оқуға да жетеді. Ең болмаса парыз намазды оқыңыз, ең болмаса. Сөйтіп, ең болмаса жаңағы бір намаздың тұсында шамаңыз болмай қалып қойса да, ең болмаса екіншісіне келген кезде өтеп жіберіп қазасын, сөйтіп бір күннің қазасын бір күнге жеткізуге тырысыңыз. Шабыт процестің үстінде келеді. Күш қуат намаз оқып жатқанда келеді. Егер өзіңізді өзіңіз әлсірете берсеңіз, әрине ол одан сайын діңкелей беруі мүмкін. Айтпақшы, осы сұрағыңыздың орайында айтып өтейінші, мен 45 жасымда
клиникалық өлімге ұшырадым. Ол инфекцияның қанға өтіп кетуінен болды. Сол кезеңдер туралы енді бірнеше подкастымызда сұрағандықтан тілшілер, журналистер оны сипаттап айтып бергенбіз. Соның ішінен бір-ақ нәрсені келтірейін. Орнынан жүре алмай, жарық жағалап жүріп, 2 қасықтан артық ас су іше алмай жүріп, сондай халде жүріп те намазымды оқып, сол клиникалық өлімге бара жатып, өлім төсегінде айтып, былайша айтқанда, өлім төсегінде жатқан сәтімде қызым да куә, ең соңғы айтқан сөзім, Құдайға шүкір намазымды оқыдым ғой деген сөз болды. Сондай өлім халінде тұрып та намазымызды оқып отырдық. Одан соң жаңа клиникалық өлім болды. Емін еркін өліп тірілдік деген секілді. Өлдік, тірілдік, сосын қайтадан намазымызды бастадық. Осындай да жағдайлар болады. Адам жасаймын десе бәрін жасайды. Адам керек нәрсенің бәрін жасайды. Намазды керек нәрсенің қатарына қоссаңыз, жасай аласыз. Егер оны кейінге қалдыра тұруға болатын көп істің қатарына қоссаңыз, әрине ол кейінге қала береді. Сондықтан күш-жігерді жинау өзіңізге байланысты. Әлия Пралиева, қош келдіңіз. Асия Абдраева жазып жатыр, кейде менің ойыма жаман ой келеді, қорқып қалғаннан ба, қызым қайтыс болғаннан кейін дейді. 5 уақыт намаз оқимын, ауырған естісем, сол ой мазалайды дейді. Кімнің ауырғанын естісем, осы сол бір сөз қап кетіпті. Әрине, сіздің жағдайыңыз ең қиын жағдайлардың бірі. Атам өлсе өлсін, ботам өлмесін дейді қазақ. Ең ауыр жағдай, адамға жұбату айта да алмай қалатын жағдай, адамның перзентінен айырылу жағдай. Одан кейін әрине адамда ұзақ жылдар бойы ауыр халдер болады. Жай ғана жаман ойдың келіп қоюының өзі, сіз жай келіп тек жаман оймен ғана шектеліп жатса, бұл сіздің мықтылығыңыздың белгісі. Адамдар дегеніңіз төсек тартып жатып қалады, жер бауырлап жатып қалады, ұзақ уақыт не іске не басқаға қосыла алмай қалады. Әрине біраз уақыт өткен шығар, бірақ сонда да болса, бұл өзі бір ескірмейтін жаралардың біреуі. Ескірмейтін жаралардың біреуі. Сондықтан әрине ондай жағдайда жаман ой келіп тұруы заңды. Ойына мал болып қарады жүрек, қорқып қалады. Әрине жаман ойдың келіп тұруы заңды. Кейде деп тұрсыз. Ол дегеніңіз тіпті қорқатын дүние емес. Ешқандай қазаны көрмей-ақ, ешқандай бір ауыр қиындыққа ұшырамай-ақ, ертелі кеш жаман ой ойлап, өмірден түңіліп отыратын адамдар болады. Міне сол қауіпті. Ал сіздің жағдайыңызда бұл арылу кезіндегі жағдайлар. Жаман ой ойламайтын адам болмайды. Сіздер ойламаңыздар, мен ғана жаман ой ойлайды екен, бұл дүниеде жұрттың бәрі керемет ойлап жүрген деп. Өтірік. Барлық адамға жаман ой келеді. Маған да жаман ой келеді. Мысалға, бірдеңе тарс ете қалса, неге қазақ астапыралла дейді? Астапыралла деген астағфируллах деген сөз. Ол мен Алладан кешірім сұраймын деген сөз ғой. Неге бірдеңе тарс ете қалса астапыралла дейді? Өйткені мен бірдеңені білдіріп қойдым ба? Бірдеңе болып қалды ма? Алла кешіре көр. Бірдеңені білдірген болсам кешіре көр деп дереу тәубесіне келіп, дереу кешірім сұрауы. Бұл соны білдіреді. Сондықтан неге оны айтады? Өйткені бір сәтте көңіліне жаман ой келеді. Тарс ете қалса жаман ой келеді. Біреу басып кіріп кеп қалды ма? Бірдеңе сынып түсті ме? Бірдеңе қирады ма? Жер сілкінді ме? Бір жамандық болып қалды ма? Деп адам бірден жаман ой ойлайды. Адамның ол табиғаты. Одан қорқудың түк керегі жоқ. Адам кез келген уақытта бірінші жаман ойды ойлайды. Жақсы ой сіз шақырып алмасаңыз оңайлықпен келмейді. Жақсы ой сіз мақсатты түрде отырып, мен енді мынадай бір жоспар жасайын, осылай қылайын, былай қылайын деп әрекет жасаған кезіңізде жақсы ой келеді. Жақсы ой өз бетінше келмейді. Жақсы ойды сабыр секілді ат жіберіп шақырып алдырасыз. Жаман ой өз бетінше келеді. Жаман ой сұратпай келеді. Адамның санасы солай, адамның миының құрылысы солай. Біздің санамызда, миымызда бүкіл жаман ой, жаман қорқынышты сезімдерге жауап беретін барлық нүктелер жоғарыда орналасқан. Олар тез қозғалады. Адам тез қорқады, тез ашуланады, тез ренжиді, тез уайымдап қалады. Тез сабырға келмейді бірақ. Өйткені сабыр деген нәрсе өте төменде орналасқан. Оның өзін шақырып аласыз. Тез қуанбайды адам. Қуаныш деген нәрсе, таңданыс деген нәрсе, қызығушылық деген нәрсе, сабыр деген нәрселер өте тереңде жатады. Рептилді ми деген бар, өте тереңде жатады. Оларды қозғап, шығарып, шақырып алу оңай емес. Сондықтан ашу деген тыз етпе, ашу шырт етпе ашулар көп болады. Дереу келетін сабыр деген жоққа тән болады. Құдай сүйіп жаратқан сабырлы жандар болады, енді табиғатынан солай. Кинестетиктер тағы басқалар болады ондайлар, бірақ басым көпшілігінде адамға сабыр бірден келмейді. Сабыр жарықтықты, ақыл деген атты жіберіп шақырып алдырасыз. Ақылыңызбен шақырасыз сабырды. Сондықтан тоқетері барлық адам жаман ойлайды.
барлық адам бірдеңе болса бірінші жаман санасына жаман ой келеді. Одан құтылудың жолын мың сан рет айтқанбыз. Жаман ой келіп тұрады, оны ысырып тастап, ойыңызды басқа нәрсеге аудару сіздің қолыңызда. Ысырып тастап, жақсы ойға аудару қолыңызда. Қапелімде санаңызға жақсы ой түсе қоймаса, басқа бір нәрсені жасаңыз. Мысалға, менің алдымда қандай зат тұр деңізде, соған назар аударыңыз. Мәселен, менің алдымда Шайхым Ахмет Яссауи атты кітабымыз тұр. Аңызға айналған кітабымыз. Мысалы, бұл кітаптың түсі қандай? Бұл кітаптың ішінде не туралы жазылған еді? Бұл кітапты мен қашан жазып едім немесе оқып едім? Немесе менің алдымда міне тағы екінші телефон тұр. Бұл телефонның түсі қандай? Осы телефонды мен қашан сатып алып едім? Бұл телефонда ең соңғы хабарлама кімнен келіпті? Деп ойлап көріңізші. Бағанағы ойдың қайда қалған білмей қаласыз. Жаман ойдан құтылудың қарапайым да жолы бар. Тіпті қарапайым емес, бұл қарабайыр жолы. Ал енді бұдан гөрі сәл болса да күрделілік, бірақ өте есті жолы өзіңіздің жаңа жоспарларыңызға, өзіңіздің бір көңіліңізде жүрген жақсы нәрсеге ойыңызды мақсатты түрде бұрып, соны ары қарай дамытып ойлану. Немесе бір оқыған нәрселеріңізді ойлап, содан рахаттанып, ләззат ала отырып, жақсы кейіпкерлердің іс-әрекетін есіңізге ала отырып, соған қарай ой бұру. Бұл сәл күрделі. Одан гөрі жаңағы нәрселер оп-оңай. Алдыңызда отырған кез келген нәрсеге назар аударып, түр-түсін тексеріп, сипатын қарап отырғаныңызда ойдың қайда қалғанын білмейсіз. Сондықтан жаман ойдан бір сәтте құтылудың жолы дәл осы. Дереу басқа нәрсеге назар аударып, мақсатты түрде өзіңізге сұрақ қойып, сол туралы, тіпті алдыңызда стол тұрса да, сол туралы сұрақ қойып өзіңізге, бұл столдың түсі қандай, астында не бар, үстінде не бар, мен бұл столмен не жұмыс істеймін, осы столды қашан алып едім деп те сұрақ қоя беріңіз. Сөйтіп ойыңызды тез арада басқа жаққа өзгерте аласыз. Содан кейін қалғаны жаңағы айтқандай, жақсы жоспарлап жүрген нәрселеріңізді мақсатты түрде есіңізге түсіріңіз де, соны ойлаңыз. Ал енді кейбіреулер айтатындай, санап кетіп жүрмеңіз. Жүзге дейін санасаң, ойыңыз жоқ, өзгермейді одан. Санап тұра бере, сол жаттанды түрде санайсыз ғой. Ал ойыңыз баяғы жаман ойды ойлап тұрады. Сондықтан жаман ойдан құтылудың төте жолында айттық, ұзақ мерзімді жолында айттық. Жаман ой деген соншалықты бір күрделі дүние емес, барлық адамда болатын дүние, одан қорқудың керегі жоқ. Тек қана оны дер кезінде жақсы арнаға қарай бұру керек. Бар болғаны сол. Я Алла. Жоғарыдағы номер арқылы барлық өңірлердегі шәкірттерімізге жазыласыздар. Ләззат 73. Сіздің анаңыз неше жаста, сіздер қайда тұрасыздар ең бастысы? Егер Ақтау қаласына жақын болсаңыздар, біздің Ақтау қаласындағы филиалымыздың директоры өзіміздің емші шәкіртіміз, яғни Ақмаралға жазылғандарыңыз жөн. Ақмаралдың емдік массажы тура осы сіздердің проблемаларыңызды өте жақсы шешеді. Біздің орталықта да бар емдік массаж, бірақ Ақтауға жақын болсаңыздар, сол жаққа барыңыздар дегендіктен айтып отырмын. Ондай массаж Алматыда да бар, ондай массаж басқа да еліміздің өңірлерінде бар. Бірақ ең мықты шебері сол біздің Ақтаудағы өзіміздің филиалымыздың директоры. Сондықтан оған да жоғарыдағы телефон арқылы хабарласасыздар. Тағы да айтамын, 8-777 425-28-29. Ертең телефонмен байланысу қиындау болып жатса, ары күні хабарласыңыздар. Естеріңізде болсын, сенбі-жексенбіде біздің админдер кезектесіп демалады. Сондықтан кейбір номерлердің өшіріліп тұруы мүмкін. Өшіріліп тұрмаса да алла қоймауы мүмкін. Мысалға телефон барып тұруы мүмкін, өйткені ол демалып жатыр. Номерлер кезектесіп админдер кезектесіп демалғанда, номерлерде кезектесіп демалады. Сондықтан сіздің қай номерге түсіп отырғаныңызды кім біледі, мүмкін ол админ демалыста шығар. Сондықтан бір күн алмай қойса, қуанып кетіп қоя салмай, дүйсенбі күні тағы хабарласыңыздар. Дүйсенбі күні барлық админдер жұмыста болады. Аптаның 5 күнінде барлық админдер жұмыста болады. Аптаның соңғы 2 күнде, сенбі-жексенбіде олар кезектесіп демалады. Осы естеріңізде болсын. Мен сұрақты оқи салайын. Ләззат жазып жатыр, сәлеметсе, менің анам дәреті тұрмай жүр, қазір ұмытып қалу күшейіп тұр, не істеуге болады деп. Тура осы дәрет тұрмауға емдік массаж өте жақсы әсер етеді. Есте сақтау қабілетіне де әсер етеді, бірақ біз осыған дейін сан рет айтқандай, оған жақсы витаминдер керек болады, мидың қызметін күшейтетін, концентрацияны күшейтетін витаминдер керек, неуробекс немесе нейромультивит, кальций керек болады, цинк керек болады, тағы басқа жалпы ағзаның қызметін күшейтетін, соның ішінде мидың да қызметін күшейтетін көптеген нәрсені қоса пайдалануларыңыз керек болады. Негізі оны ертерек бастау керек еді. Өйткені адам бір күнде ұмытшақ болмайды. Адам бірте ұмытшақ болады. Bir күнде ұмытшақ болатындар, инсульт, инфаркт, тағы басқа жағдайдан болып қалады ондайлар. Бірақ оның бәрі қалпына келеді. Бәрі де дұрыс терапия жасалса, реабилитация жасалса қалпына келеді. Бірақ жалпы қарапайым жағдайда, ондай күрделі аурулар болмаған жағдайда адам бір күнде ұмытшақ болмайды. Адам бірте есте сақтау қабілетін нашарлайды.
бірте ұмытшақ бола бастайды. Оның барлығы біріншіден витамин жетіспегендіктен, екіншіден мида үнемі жұмыс істетіп тұрмағандықтан. Миға күрделі тапсырма керек. Адам кітап оқу керек, күрделі кітаптарды да оқу керек, күрделі нәрселерді шешуге үйрену керек. Ми үнемі жұмыс істеп тұрса, ол тікан ғой, қимылдайды. Қимылдағанда ол біздің аяқ қолымыз секілді қимылдамайды белсенді түрде. Бірақ оның да нейрондарының құрылып жатуы, нейрондарының құралып жатуы, осының бәрі қимылдау процесі. Өзіне тән сипатпен қимылдау процесі да ол оның. Сондықтан ми да қимылдайды, миды да қимылдату керек. Ол қандай уақытта қимылдайды? Күрделі информацияны игеру керек болғанда қимылдайды. Сонымен осы нәрседің барлығын жасауларыңызға жаңағы жолда айттық, соны жасаңыздар. Қазір Ақбибі Сағындықова жазып жатыр. Айнұр Абрайсызға сәлеметсіз бе? Мен балам денсаулығына байланысты 3 жылдан бері сіздің жеке қабылдауыңызға жазыла алмай жүрмін дейді. Былай ғой, сіздің балаңыз 18-ге толмаған болса, онда сіз маған жазыла алмайсыз. Өйткені мен 18-ге толмағандарды қабылдамаймын. Егер одан жасы үлкен адам болса, тағы да айтамын, хабарласыңыз. Егер ауыр жағдайда екен рас болса, тезірек резервке қойылады. Сөйтіп айтыңыз сіз. Егер 18-ге толмаған болса, әуре болмаңыз. Мен оны 1000 сан рет айттым. 18-ге толмаған жағдай күтпеңіздер мені. Астана қаласында міне өзіміз басқаратын үлкен орталықты не үшін ашып отырмыз? Сонша емшілер не үшін тәрбиелеп, оқытып, іске қосып отырмыз? Және медик мамандарды неге тартып отырмыз? Кешенді түрде, яғни комплексті түрде осындай қиын жағдайдағы адамдарға қарай берсін деп отырмыз. Мен жалғыз-ақ адаммын. Қазақстандағы енді Құдай көріп тұр, халықаралық дәрежеде жалғыз емші парапсихологпыз. Оны қоғамның өзі мойындап, ондай атақты қоғамның өзі берді. Енді мен қайсы біріне жетемін? Мен осыдан 3,5 жыл бұрын, қазір енді 4 жылға айналды, жоқ, одан да көп екен. Бұл 2020 жыл болған екен. 5 жыл болған екен ғой. 5 жыл бұрын бүкіл өмірімді адам емдеуге арнасам да, қазақстандықтардың өзін емдеп үлгермеймін деп, сол үшін мен емшім деген курс ашып, қабілеті бар жандардың барлығын қабылдап, қаншама шәкірт тәрбиелеп шығардық. Солардың ең мықтысын, ең дарындыларын өзіміздің орталығымызда ұстап отырмыз. Сондықтан біздің орталыққа келіп, басқа мамандарға қаралыңыздар. Телефон жоғарда тұр. Ары қарай жүрейік. Қай қалада шәкірт болса да, бәрібір жоғардағы телефонмен ғана жазыласыздар. Жарай ма? ДЦП баланы. Баламды емес, ДЦП баланы деп көпше түрде жазған жөн болады, өйткені ДЦП балалар өте көп. Емдік массажбен толық емделеді. Бірақ ұзақ курс алу керек. Кемінде 5 курс. Әр курс кемінде 10 күннен тұрады. Ұзақ курстан алу керек болады. 2 аяқ, 2 қол сал болып жатып қалған, көзі ғана бақырайып жатқан баланың өзі шауып кетіп, қазір велосипед теуіп жүр. Бірақ ұзақта табанды түрде ерінбей қабылдасаңыздар ғана бұл нәрсе болады. Гүлназ Нұрфазылова, сізге айтып отырмын. Қай қаладағы орталыққа болса да сұрап әуре болмай-ақ жоғарыдағы номермен ғана жазыласыздар. Қайталаймын. 8-777 425-28-29. Тікелей региондарға жауапты номер сол. Регион деген сөз түсінесіздер, Қазақстанның барлық өңірлері, барлық аймақтары деген сөз, барлық қалалары деген сөз. Регион деген сөз сол. Бәріне сол бірақ номер арқылы жазыласыздар. Әр қаланың емшісіне жеке номер деп біз оқырманның басын қатырмаймыз. Орталықтанған түрде бірақ жерден жазылып жүреді. Ол сіздер үшін тиімді. Айтылған нәрсені жасай қойыңыздар. 1000 сан рет айтып, осымен 1000-ші рет қайталаған шығармын, бірақ ешкім тыңдағысы келмейді. Және өте өтірік сөзде де айтылады кейде біздің оқырмандардың тарапынан. Мен сіздердің Алматыдағы, Астанадағы, Шымкенттегі, андағы, мындағылардың бәріне хабарласым, ешкімнен жауап жоқ дейді. Жоқ. Ол өтірік сөз. Өйткені бәрінің телефоны еш жерде тұрған жоқ. Бірақ номері бар. 777 425-28-29. Және айттық, басқа да номерлер бар. Басқа, мысалға 776 кітабы, 776 номері кітапқа жауап береді, кітап саудасына. 708 номері орталыққа қабылдауға жауап береді. Әр номердің өзінің жауаптылығы бар. Бірақ біреуіне хабарлассаңыз болғаны, мысалға тікелей өзінің миссиясына жатпайтын болса, екіншісіне айтып жөн сілтейді, немесе переадресация болады бірден. Сондықтан уайымдамай хабарласыңыздар. Тағы да, Ақтау қаласы шәкіртіңіз бар ма дейді. Мен оған жауап беріп қойдым. Мөлдір Ахмет, 2024. Барлық мәселені дұғамен шеше алмайсыз. Адамның күйі деген болады, ағзаның күйі деген болады. Ағзаның күйі оған байланысты емес. Ағзаның күйі сіздің жалпы ахуалыңызға байланысты. Оқасы жоқ,
толғақтың қашу деген болады, ай толғақ деген болады. Мен өзім екінші баламды ай толғақпен, мысалға диссертациямды қорғауыма 3 күн қалған кезде ауыр толғақ қысты. Кәдімгідей бірнеше 15 минут сайын келіп жатыр толғақ. Бітті, енді перзентханадан келіп диссертация қорғайтын болдым ғой деп, кандидаттық диссертация ол тағы. Сөйтіп заттарын бәрін жинадым, енді тағдырға көніп. Сөйтіп енді жедел жәрдем шақырам деп отырғанда 3 сағат кішкене күтейін дедім. 3 сағаттан кейін толғақ қайтып кетті. Болды. Сол бойы зым-зия қайтып болды. Содан 3 күннен кейін диссертациямды қорғадым. Одан соң өзім Құдайдан тілеп жүруші едім. Диссертациямды қорғап, жаңағы құжаттарымды тапсырып 3 күн демалып барып босансам ғой деп. Содан енді диссертациямды қорғап болдым. Құжаттарды жұрттың бір ай жинайтын құжатын мен бір аптаның ішінде толығымен жинадым. Бірақ сол соңғы күнде, құжат жинау күнінде таңертеңнен толғақ басталды. Кешке дейін толғақ қысып жүрді, давлением көтеріліп жатыр, қан қысымым, толғақ қысып жатыр. Мен болсам күнімен жұмыс істеп шапқылап жүрмін, әріптестеріміз көмектесіп жатыр. Енді солай толғақ қысқаннан соң мен бүкіл перзентханаға кететін заттарымның барлығын қоса алып барып жұмысқа төмендегі жағы қорғаушының охранниктің бөлмесіне қойып қойдым. Өзім сонымен бір қолым толы құжаттар, кешке қарай енді аман-есен қайтып келе жатырмын ғой. Құжаттарды біреуге апарып тапсыруым керек, ол Астана қаласына келу керек. Ол кезде мен Алматыда тұратынмын. Алматыда ұлттық ғылым академиясында жұмыс істейтінмін. Содан жаңағы бір қолым толы өзімнің заттарым, перзентханаға кететін, бір қолым толы жаңағы құжаттарым болып келе жатып, мен қыстың көзі қырауда мұзға тайып жығылдым. Сонымен тайып жығылған сәтте соған дейін 12 сағат қысқан толғақ жоқ болып кетті бір сәтте. Енді жан даусым шықты болса да шыңғырдым, өйткені қорқып кеттім, балаға бір зақым келіп қала ма деп қорықтым. Сонда Құдайдың құдіретін қараңыздар. Дубленканың ішінен, енді Алматыда көбіне дубленка киеді адамдар, соның ішінен шынтағым жараланған, ішінен, бірақ ешқандай ішім солқ кеткен де жоқ, балаға ешқандай, Құдайға шүкір, зақым келген жоқ. Содан толғақ бірден қайтып кетті. Содан Құдай тілеуімді беріп, аман-есен затымды жеткізіп, бір әйел адам жүгіріп кеп шырылдап көмектесті. Жаңағы апаратын жерімізге шейін апарысып берді. Алла разы болғыр, жақсы адамдар көп қой өмірде. Сөйтіп заттың бәрін жеткізіп болып, содан кейін 3 күн тағы да толғақ жоқ. 3 күн бойы бүкіл заттарым барлығын реттеп, құжаттарымның барлығын реттеп, бір күні таңғы сағат 5-те ұйықтауға жатайын деп жатсам, тағы толғақ басталып жатыр. Сосын енді бұрын босанып көрген адам ғой, сондықтан оңайлықпен босана салмайтынын білем. Күш жинап алайын дедім да, ұйықтап тұрдым. Бір 5 сағатта ұйықтап тұрсам, 15 минут сайын қайталап жатыр. Одан соң асықпай, тамағымды жасап, ішіп, күш жинап алайын деп. Білемін ғой, шамамен кешке дейін әлі болай, солай жалғаса беретін. Өйткені мен алғашқы толғағым 48 сағат болған. Екінші толғақтың өзі сол 15 минут сайын болған өзі 14 сағат болды. Сөйтіп, жаңағыдай асықпай, бәрін реттеп жинап болып, жедел жәрдемді шақырып, өзім шығып, содан кейін де 14 сағат бойы толғатып босандық, Құдайға шүкір. Сондықтан қорықпаңыз. Толғағым қашып кетті деп қорықпаңыз. Тіпті сізді перзентханадан қайдан шығару мүмкін, ештеңе етпейді. Сіздікі жай ғана ай толғақ. Ешқашан дәрігерлер нақты уақытты қоя алмайды. Дәрігердің қойған уақыты 2 аптаға ауытқып тұрады. Ұмытпаңыздар. Дәрігерлер овуляция басталған кезеңнен бастап қояды. Ал ол дегеніңіз 2 апта уақыт қой. Сіз овуляцияның басында көтердіңіз бе, соңында көтердіңіз бе, бір Алла біледі, ортасында көтердіңіз бе. Сондықтан олар 2 апта бұрынға қояды деп есептеуіңізге болады. Енді өте сезгір адамдар болады. Мысалға мен өзім көтергенде 3 күннен соң бірден білемін. Енді көтерген күні түс көремін әдетте. Одан соң 3 күннен соң менде өйткені жерік басталады. Сондықтан жерік дегеннің қазір токсикоз деп түсінеді көп адам, жерікті түсінбей де қалатын жастар көбейді. Сондықтан қорықпаңыз. Бұл ай толғақ болуы мүмкін. Ай толғақ болса, сізді қайтару да мүмкін. Еш уайымдамаңыз. Ал енді жалпы өзіңіз білетін Құран аяттарын оқып, сіздің жағдайыңызда, жұрттың бәрінің жағдайында ондай мүмкіндік жоқ. Сіздің жағдайыңызда жай ғана өзіңіз әйтеуір сөптеп дем салып тұруыңызға болады. Жұрттың бәріне бірдей оған рұқсат етілмейді. Оны мен бұрынғы жолдарда айтып жүрмін ғой. Ары қарай бір Алладан тілеуіңізді тілеп, дұғаның ең тамашасы истиғфар. Кәдімгі жай ғана астағфируллах деген нәрсе. Одан қала берді, соны айтып, Алла білмес, сен күнәм болса кешіре көр, толғағымды жеңілдете көр, осы босанымды жеңілдете көр деп оны тілеп отырыңыз. Ең жақсы тілек жүректен шыққан тілек. Қарапайым тілектер, жаттап алудың шарты жоқ, ешқандай қажеттілік жоқ жаттап алудың. Қала берді. Алла тағаланың көркем есімдерімен дұға етіңіз. Я Рахман, я Рахим, я Рахман, я Рахим. Мысалға тәспіңіз болса, тәспін тартыңыз. 33 рет, 100 ретке шейін болмаса жеткізіп тартып. Сөйтіп, я Алла тағала осы қасиетті есімдерінің құрметі үшін менің жағдайымды жеңілдете көр деп оны тілеңіз. Қала берді. Алла тағаланың осы көркем есімдері бар. Сосын ла илаха иллаллах.
дұға атаулының абзалы, зікірлердің абзалы лә илаха иллаллах дейді. Оны айтыңыз, ең болмаса 100 рет тартыңыз. Сөйтіп соны я Алла осы лә илаха иллаллах деген ұлық зікірдің құрметі үшін менің жай күйімді жеңілдете көр, босанымды жеңілдете көр деп оны тілеңіз. Ал енді ізім қайым толғақ жоқ болып кетсе, еш уайымдамай үйге қайтыңыз. Дәрігерлер де қайтарады. Ай толғақ деген бұрыннан бар. Барлық балада бірдей бола бермейді. Мысалға менің қызымда, үлкен перзентімде ай толғақ болған жоқ, бірақ есесіне 2 күн 1 түн толғаттым. 48 сағат толғаттым былайша айтқанда. Ал енді ұлымда ай толғақ болды. 1 емес 3 қайтара толғақ болды. Сондықтан ол да қалыпты жағдай. Ол ағзаның күйіне байланысты. Ол ешкімнің дуасына, тіліне, көзіне байланысты емес. Әр ағзаның күйі әртүрлі болады. Сондықтан өзіңізге де түсіністікпен қараңыз. Қызық болды. Сізге рахмет. Осы сұрақты қойған қызымыз мөлдір рахмет. Мыңда бір рахмет. Өйткені бұл сұрақ алғаш рет қойылып тұр. Перзентханадан алғаш хабарласып тұрған адам сізсіз. Лайым, Алла тағала тілеуіңізді қабыл етсін. Осы жердегілер де сізге тілеуіңізді тілеп қойсын. Осы ізгі ниетіңіздің өзі үшін ақ, Құдай деген жақсы пейіліңіз үшін ақ, осындай халде отырып та осы эфирге кіріп отырған ізгі ниетіңіз үшін Алла тағала барлық тілеуіңізді қабыл етіп, иншалла өте жеңіл босанып, аяқ қолыңызды бауырыңызға алып, балаңыздың бауы берік болуды нәсіп етсін. Енді сондай бір жақсылықты барша адам тілеп қойсын дейміз сізге. Гүлзат Тәжібай, ең алғаш кіріп тұрғаныңызды байқап отырмын. Рак ауруына қандай ем жасай аласыздар? Рак ауруына осыған шейін 1000 сан рет айтылғандай, Құран оқу арқылы дем салынады, ем жасалады. Бірақ үнемі айтамыз, рак ауруы дәрігердің бақылауында да болу керек, одан да бас тартуға болмайды. Химияңызды қабылдай бересіз, лучеотерапия болса қабылдай бересіз, бірақ демді де салдырасыз. Оның арасында болады ғой, арасында үзіліс кезең. Сол кезде демді салдырасыз. Егер рак ауру ырым, дуа, тіл, көзден болған болса, ол иншалла бірден кетеді. Егер рак ауру одан емес, табиғи рак клеткаларының қозуынан пайда болса, оны кетеді деп айта алмаймыз. Сондай жағдайда ең болмағанда жеңілдеп, қан құрамы тазарып, қан жақсарып, көп жеңілдіктер, жақсылықтар болады. Ары қарай жүрейік. Еш уайымдамаңыз. Кескенбаев жазып жатыр. Енді ол кісінің, ер адамның аккаунтынан әйел адам кіріп тұр, сұраққа қарағанда. Мен өзімді енді түсініп жатырмын, бірақ түсімде ылғи алысып жүрмін. Бұл деген екен, алыса бересіз, өмір бақи алысасыз. Өйткені адам біріншіден өмір бақи өз ойымен алысады. Екіншіден адам өзін өзі тоқтатып, өзін өзі дұрыс бағытта ұстау үшін өзінің сезімдерімен, эмоцияларымен алысады. Үшіншіден кез келген адамның өзіне тән азды көпті дұшпаны болады. Ол да кейде түс деген жан мен тәннің рухтың қосылатын кезеңі, тынышталатын кезеңі. Сондықтан түсте көп нәрсе сіз байқай алмай, білмей жүрген, көрмей жүрген көп нәрсе түсте байқалады. Түсте хабар береді сізге. Сондықтан әрбір адамның азды көпті дұшпаны болады. Онымен алысуда, ол жай ғана алысу, ол біреумен алысу сияқты көрінуі мүмкін түсіңізде, басқаша бір өзіңізден өзіңіз қараңғылықта тұманда алысып жүрген секілді болуыңыз мүмкін. Барлығы да солай белгі береді. Сондықтан осындай бірнеше нәрсе бар. Адам болды, өзімді түсінсем болды, алысу тоқталады деген нәрсе жоқ. Кейде сырттан бір нәрсе жасап қалған кезде де алысулар болып қалады, рас. Дұшпандардың басқаша әрекеті, мысалға ол міндетті түрде дұшпан деген сізге дуа жасайтын адам деген сөз емес. Дұшпан сізге аяқтан шалып, сіз туралы өсек аяң таратып, сіз туралы жаман сөздерді айтып, сіз айтпаған сөзді сіз айтты деп біреулермен араңызға от салып жатуы мүмкін. Ондай кезеңде де әлі сіз оны естіп білмегенімен, сіздің санаңыз, сіздің болмысыңыз, жаныңыз, тәніңіз, рухыңыз оны сезініп, сол нәрседе алысу сипатын тудырады. Ал кейде оны білуіңіз де мүмкін, ондай дұшпаныңыз бар екенін білуіңіз де мүмкін, оны не істесем екен, қалай осының дұшпандығын тоқтатсам екен деген ойда жүру мүмкін, ол да түсіңізге алысу болып енеді. Және сол секілді жаңағы айтқандай, ойыңызбен алысасыз, жақсы ойда жаман оймен адам үнемі алысады, ол да болады. Және сосын ақпаратпен де алысады адам. Неше түрлі нәрсені естіп қаласыз, бір жаман нәрсені ойыңыздан шығара алмай жүресіз, бір жақсы нәрселерді тұрақтатып бекіте алмай жүресіз. Осының бәрі де өзінше эмоциялық бір алысулар іспетті, ақпараттық алысулар іспетті, алысу, шайқасу секілді нәрселерді, оның бәрі де түсте байқалады. Сондықтан анда-санда бір алысып қалсаңыз, 1-2 аптада бір деген секілді уайымдамаңыз. Енді әрине адамның өмірінде нақты дұшпанның нақты іс-әрекеті көбейген жағдайда адамда алысу күшейеді. Ал енді нақты дұшпанның іс-әрекеті жоқ жағдайда алысу азаяды. Бірақ әркім өзінің өмірінде ондай түстерді көріп тұрады. Себептер жоғарыдағыдай. Ал енді бұл да бір жақсы сұрақ болды негізі. Бұндай сұрақты ешкім қойған жоқ. Кескенбаев деген атпен кірген оқырманымыз, сізге де мыңда бір рахмет. Ой, айналайын Эльмир, 87-90.
біздің 5 жыл бұрынғы эфирлерімізді қараңыздар. Дуа туралы менен көп айтқан қазақ жоқ, менен бірінші айтқан да қазақ жоқ. Сол жерде дуаның бүкіл белгілерін айтып тастағанбыз. Дуаның белгілері деген эфирім бар. Менің парақшамды көріп отырсыз ғой, Айнұр парапсихолог. Өзіңіз кіріп отырсыз оған. Сол парақшаны сақтаңыз, жазылыңыз. Жазылмасаңыз көрінбейді. Жазылыңыз, сөйтіңіз де сол жерде жоғарыда біздің YouTube каналымыз тұр. Соған кіре салыңыз да, дуаның белгілері деп теріңізші, поисктен шыға келеді. Дуаның белгілері туралы менің бірнеше эфирлерім бар. Оның барлығын қазір дуаның жүздеген белгілері болады. Оның түстегі белгілері, істегі белгілері, қарым-қатынастағы, қаржы қаражаттағы, одан кейін психикадағы белгілер деген болады. Ақша қатынасындағы барлығы да бар. Оның барлығын біз өзіміздің емші шәкірттерімізге түстетіп жазғылып тұрып жаттатамыз оның барлығын. Біздің емші шәкірттердің барлығы оны біледі. Ал енді оны бірінші боп айтып, жаратып отырған өзіміз едік. Оны сол жерден көре салыңыздар. Жүздеген белгілері бар дуаның. Тағы да айтам, түстегі белгілері бөлек, іс әрекеттегі белгілері бөлек болады, денсаулықтағы белгілері бөлек болады, психикадағы белгілер бөлек болады, және қаржы қаражат мәселесіндегі белгілер бөлек болады. Кемінде 5 түрлі саладан дуаның жүздеген белгілері шығады. Менің дуаның белгілері деген эфирімді қайта қараңыздар. Өйткені бұл дегеніңіз неше жыл бұрын айтылып, бүкіл Қазақстан игілігіне пайдаланып, оған өздері әр жерге апарып ұрлап жырлап қойып жүрген дүние ғой. Сіздер тегін түрде алыңыздар оны. Ары қарай жүрейік. Құдай қаласа. Анар жазып жатыр, Алдырабекова ма? Анасының құрсағында жатып Айнұр ұстазы тыңдаған сәби, Құдай қаласа барлық көрермендерден асып кеткен шәкіртіңіз болсын. Әумин. Сіз жаңағы перзентханадағы кісіге қатысты айтып жатырсыз ғой, айтқаныңыз келсін. Бұл өте бір жақсы тілек екен. Былай ғой, Жанбота, сіз жолдасыңызға ешқандай көмектесе алмайсыз, өйткені оның өзінің ниеті болу керек. Осы сұрақты оқиын. Сәлеметсіз бе, жолдасым негативный, уайымшыл, пессимист, оның позитивті болуына қалай көмектессем болады дейді. Біріншіден былай ғой, ол адам содан шаршаған болу керек, алдымен. Ол шаршауы керек. Егер ол шаршамаса, ол сол уайымнан Құдай-ай деген нәрседен ләззат алып жүрген болса, комфортты жағдайда жүрсе, ол комфорттан шықпайды. Сіз не істесеңіз де одан 5 метр ол уайымын қалыңдата береді, қайта сізді жақтырмай, жаратпай қалуы мүмкін. Басқа Белоснежка деген ертегіні білесіздер ғой баяғы. Сонда жаңағы гномдардың бірі, орман перілері ғой енді. Орман перілерінің бірінің аты Сәрсенбі, Среда яғни. Ол өте уайымшыл екен да. Содан жаңағы Белоснежка, ақшақар дейікші, ол оған қанша жақсы сөз айтса, айқайлап ұрысып тастайды ғой. Мен туралы жақсы ойлаушы болма дейді. Маған жақсы сөз айтушы болма деп ұрсады. Сол сияқты пессимист адамның болмысы осындай. Кейбір адамның пессимизмге қажеттілігі бар. Негативті ойларға қажеттілігі бар. Негативті ойлар арқылы ғана ол алға жылжитын болуы мүмкін. Негативті ойлар ғана оған стимул беру мүмкін. Баяғы мотивация деген бизнеске айналған бір жақсы сөз бар ғой. Негізі мотивация бизнеске арналған құрал. Сол мотивацияның мысалға мотивация от, мотивация к деген нәрсе бар. От деген нәрсе мысалға бірдеңе болмау үшін, үйтіп қалмау үшін, бүйтіп қалмау үшін, жұртқа мазақ болмау үшін, ауыр болып қалмау үшін, кедей болып қалмау үшін ғана әрекет жасайтын адамдар болады. Бұлар пессимистер негізі. Пессимистер сол пессимистік ой әкеліп жатқан нәрседен үйтіп қалса қайтем, бүйтіп қалса қайтем, жұмыстан шығып қалсам қайтем, немесе бүйтіп қалсам қайтем дегеннің арқасында ғана, мысалға бір ғана осы жұмыстан шығып қалсам қайтем деген ойды айтайықшы. Соның арқасында ғана ол жұмысқа барады. Соның арқасында ғана ол әрекет жасайды. Жұмысты тиянақ жасауға тырысады, кешпеуге тырысады, өзін өзі былайша айтқанда жетелеп жүріп, итеріп жүріп, қинап жүріп апарады. Сондықтан кейбір адамға пессимизм керек. Пессимизмді қажет ететін адамдар болады. Пессимизмді стимул, түрткі ретінде пайдаланатын адамдар болады. Пессимизмнен ләззат алатын адамдар да болады. Сенесіздер ме, жоқ па? Сол пессимистік ойларын біреуге айтқаннан ләззат алатындар болады. Қыңқылдаудан деп айтады ғой, қыңқылдаудан ләззат алатындар болады. Адамдардың қыңқылдауға да қажеттілігі бар. Кейбіреудің оған қажеттілігі аз, кейбіреудікі көп. Сондықтан оның қажеттілігі болып тұрса, сол арқылы ғана қимылдаса, сонымен ғана былайша айтқанда өзіне өзі қандай да бір жалған болса жұбаныш тауып отырса, ол адам бұл күйден шығару қиын. Бірақ септесудің жалғыз жолы, егер ол қаласа, қаламаса болмайды ғой. Егер ол қаласа,
осындай мықты психологтар бар, соған бар, өзің неге осылай екеніңді түсін. Мүмкін саған бұл нәрсенің арғы жағында біз анау өте құмарымыз ғой, балалық шақтағы жарақат деген сөзді айтуға, детская травма. Мүмкін сенің өзгерте алмай жүрген ойларың бар шығар, мүмкін сенде қалып қойған бір жалған иланымдар бар шығар, шектелуші иланымдар, тұжырымдар бар шығар. Сондықтан убеждение деген сөз ғой, иланым деген сөз. Сондықтан сен барып көрсейші, өзіңе жақсы болады ғой, өзің жеңілдеп қаласың ғой, көңіл күйің жеңілдейді, жұмыс істеуің жеңілдейді, өзің барып көрш, өзің рахаттанып қаласың деген секілді етіп айтуға тырысып көріңіз. Басқа ештеңемен де сіз оған әсер ете алмайсыз. Немесе екінші бір жағынан дем салу деген нәрсе, Құранмен дем салу бәрібір адамның психикасына көп оң өзгерістер алып келеді. Кез келген адамда өзіндік шаршаулар, өзіндік уайым қайғылар, өзіндік жиылып қалған ауыр ойлар болады. Міндетті түрде болады кез келген адамға. Содан арылуға Құран жақсы септеседі. Немесе жолдасыңызды көндіре отырып, осылай бір дем салдырып алшы өзіңе. Сенің ақыр ол пессимист па? Ол сөз жоқ, менің жұмыста жолым болмай жүр деп ойлайды. Өмірде жолым болмай жүр деп ойлайды. Не істесем де дұрыс болмайды деп ойлайды. Сіз оған айтыңыз, өзінің пернесін басасыз ғой, қысқасы. Өзіне не нәрсе әсер етеді, сол жағынан айтыңыз. Сенің осы жолың болмай жүр ғой, сен осы жұмысың ешқандай алға баспай қиналып кеттің ғой. Осы Құран оқып дем салдырса, Құдайдың сөзі Құран ғой, адамның жолы ашылады екен. Қаншама жақсы мысалдар бар ғой. Құдайдың сөзі, сен енді соған жүгініп көрсейші деп сөйтіп дем салдыруға алып барыңыз. Дем салдырғанда көрінгеннің жаңағы 5 минут 10 минут көпсүхіне апармаңыз. Біздің орталыққа жете алмасаңыз, жоғарыдағы номер арқылы хабарласып, біздің өздеріңіздің қалаларыңыздағы емші шәкіртімізге барыңыз. Ол адам 1 сағат бойы дем салатын, оқыған, тоқыған, емшіліктің кәсіби білімін алған және қабілет қасиеті бар адам деген сөз. Біздің оқуымыздан өткен адамдар сондай адамдар. Оның ішінде де біз нақты филиалдың директорлығына, басшылығына тек сондай сенімді адамдарды ғана қоямыз. Білікті адамдарды ғана қоямыз. Соларға барыңыздар. Мен жұрттың бәріне сілтеме жасай алмаймын. Солардан ғана сіздерге септік болады деп бұйырса, сеніммен айта аламын. Сөйтіп, аман есен алып барып, біріншіден дем салдыруға алып барыңыз. Сөз жоқ, біраз әсер етеді, сөз жоқ, әжептәуір серпіліп жақсы болып қалады. Сол күйдің жақсы екенін сезінеді. Сондай күйде болудың қажет екенін сезінеді. Сондықтан жаңағы пессимизмнен арылған өзіне пайдалы екенін сезінеді. Пайдалы екенін сезінгеннен кейін ғана ол әрекет жасап психологқа баруға құштарлығы болуы мүмкін. Сондықтан алдымен оны иландырудың ұзақ та табанды жолын жасауыңыз керек қой. Сізге де рахмет. Бүгін негізі өте жақсы сұрақ қойып жатырсыздар. Қайталанбаған сұрақтар. Қанша уақыт болғанын қарап қояйық. Осының өзіне талай жерге барып қалыппыз, Енді ары қарай Ясин сүресінің қасиетін менің жырлағаныма 5 жыл болды. Ясин Құранның жүрегі, Ясин ең ұзақ және ең мықты шипа сүресі, 5,5 беттен тұратын сүре, Құранның жүрегі деп айтылған. Оны біз барлық емші шәкірттерімізге жаттатамыз. Ясин білмейтін емші емес, Ясин оқымаған емші емес. Өте қысқадан нұсқалғанда осылай. Ясиннің ішінде барлық түрлі аурулар, былайша айтқанда барлық түрлі жағдаяттардың дұғасы бар. Барлық жағдаяттардың. Перзент тілеу дұғасы да бар, аурудан емдеу дұғасы да бар, байлық бақ береке тілеу, тыныштық, амандық, қауіпсіздік тілеу деген нәрсе де бар. Қысқасы, барлық нәрсе соның ішінде. Ары қарай жүрейік. Color story. Сіз міндетті түрде психологқа барыңыз. Басқа ештеңенің қажет жоқ сізге. Сіз уайымдамаңыз. Енді Құдай қаласа, Құдай тағы да перзенттер берер, иншалла. Бұрын да перзенттеріңіз мүмкін болған шығар. Ешқандай уайымдаудың керегі жоқ. Енді бұған да жұбату деген айту қиындау, бірақ Құдайға шүкір, әлі де жассыз, мүмкіндігіңіз бар демек. Мүмкіндігіңіз бар. Қорқудың керегі жоқ, уайымдаудың керегі жоқ, бірақ психологқа барыңыз. Міндетті түрде психологқа барыңыз. Психотерапиядан кішкене өтіңіз. Психологтың өзі кішігірім өзінің техникаларын жасайды ғой. Ал енді ол күрделі болып жатса, ол сізді психотерапевтке жіберуі мүмкін. Одан да өтудің ешқандай әбестігі жоқ. Дем салдыруға да болады. Сол біздің дем салатын өзіміздің мамандарымыз, мен үнемі айтам, психологтың емші болу шарт емес, емшінің психолог болу міндетті деп. Оларға көптеген психологиялық ахуалдар, соларға қалай жауап беру, қалай жұмыс істеу жағдайы үйретіледі. Одан кейін біздің емші шәкірттеріміз соның ішінде тиянақты емшілер, ықыласты емшілер, жауапкершілігі бар емшілер, сөз жоқ, мен бүкіл эфирлерімді көріп отырады. Сөз жоқ. Солар осы эфирлерден өте көп білім алып жинақтап отырғандар, олар сізге психологтың да орнын баса алады. Сондықтан жоғарыда тұрған номер арқылы жазылыңыздар, қаралыңыздар, ем шипа пайда табыңыздар.
жағымсыз түстер көріп жүрсе не істеуге болады? Ең әдемісі бұндайда сол дем салдыру. Өйткені жоғарыда айтқанымыздай, адамның өмірінде қандай да бір өзгерістер, онша жағымды емес өзгерістер болып жатса, немесе болғалы тұрса, әркімдердің әсерінен, әдетте сыртқы күштердің әсерінен, ондай жағдайда бірінші түс бұзылады. Ал түс оңалмай, іс оңалмайды деп қазақ бекер айтпайды. Түсіңіз оңала бастаса, ісіңіз не оңалғаны. Бұндай жағдайда бұл сізге бағынышты емес, сізге тәуелсіз жағдайлар болуы мүмкін. Олардың алдын алу үшін міндетті түрде дем салдырған жөн. Ол өз алдына. Одан тыс күнделікті өмірде не ойлап жүрсіз, не көріп жүрсіз, не істеп жүрсіз, түстің жаман болуы соған да байланысты. Күнделікті өмірде сіз ерікті еріксіз нашар видеоларды бір көріп қойып, сосын содан көңіліңізге бір уайым түсіп, ары қарай түсіп жүрсе, одан соң сізге міндетті түрде сол тақырыптағы видеоны көрсете береді ғой. Google да солай істейді, Instagram да солай істейді, YouTube да солай істейді. Немесе Google-да жағымсыз ақпарат оқып қалсаңыз, міндетті түрде сол бағытта ақпараттар сізге көрсете береді. Көрсетіп жатыр екен деп көре берсеңіз, тыңдай берсеңіз, міндетті түрде жағымсыз ақпараттар, жағымсыз түстер болып енеді. Оны да ұмытпау керек. Өйткені түстің ішінде біз 1000 сан рет айтқанбыз, рахмани түс, қиялы түс, шайтани түс деп үшке бөлінеді. Соның екеуі, қиялы түс және шайтани түс, дәл осылардан құралады. Күндізгі ойдың елесі аяқталмаған ойдың жалғасы болып, сол күндіз не ойлап жүрсең түсінде де соны көретін кездер көп болады. Үнемі емес, бірақ көп болады. Оны да ұмытпаңыз. Одан кейін адам денсаулығы бұзыла бастаса, оны адам әлі өзі сезінбесе, оған да осылай жағымсыз түс көрінеді. Адамға біреу қандай да бір зиянкес жасап жатса, немесе адамға қатты көз тиіп қалған болса, оны адам өзі сезінбейді, бірақ бірінші түс бұзылады. Сол секілді басқа да әртүрлі өмірлік жағдайлар, дұшпандар күрделі әрекетке кірісе бастаса, бірінші кезекте түс бұзылады. Осының бәрінен құтылудың жолы бірінші кезекте ол дем салдыру, өзіңде өзің ең болмаса осы Құран арқылы жан дүниеңді, болмысыңды тазартып алу, тәнді тазартып алу. Екіншіден, жаман нәрсені көруден аулақ болу, жаман нәрсені оқудан аулақ болу, жақсы нәрсені оқуға тырысу, жақсы әдебиеттер оқу, немесе жақсы видеоларды көру, ақылды парасатты әңгімелерді тыңдау, өзіңді саналы түрде жақсылыққа бұру. Мақсат қойып алдыңа, сол нәрседі күнделікті ойланып, соған біраз уақытыңды бөліп, ой жүгіртіп, тіпті соны әртүрлі баспалдақтарға, сатыларға бөліп жаза бастасаң, ойың жақсы нәрсеге алаңдаса, сөз жоқ, қорқынышты түстер азаяды. Одан кейін, енді сіз ер азамат сияқтысыз, егер өз аккаунтыңызбен кіріп отырған болсаңыз, әйел адамдар болса, мысалға біз мынадай нәрсе айтамыз. Енді ер адамдарда бітпей қалған жұмыстар болады ғой, бітпей қалған жұмыстарды аяқтауға тырысыңыз. Бітпей қалған жұмыстар жағымсыз түстерді туындатады. Одан кейін әйел адамдар болса, біз айтамыз, көптен бері үйдегі жасалмай жүрген бір жұмыс жасаңыз. Мысалы, көптен бері жинай алмай жүрген сөрелерді, киім сөрелері болады ғой, ең жоғарыға ең қажетсіз заттарды қойып қоясыз, оның ішінде араласып жатады, көптен бері реттелмей кетеді. Немесе күнделікті қолданатын заттарыңызда үйдегі бала шағаның заттары бар, бәрі әрқайсысы өзінің шкафында аралас құралас болып мидай араласып жататын кездер болады. Соларыңызды жинақтаңыз, реттеңіз. Құжаттарыңыз шатысып кеткен болса, жинақтаңыз, реттеңіз. Керек емес көшірмелердің бәрін тастаңыз деген секілді. Үйді де барлық шылаулап тұрып дегендей жақсылап тазалаңыз. Терезеңіз көптен сүртілмейді, әйел адамдар, терезелеріңізді сүртіңіз, тазартыңыз. Терезенің алды деген өте көп ласталады, соны сүртіңіз. Төсек орындарыңызды біраздан бері жумай кеткен болсаңыз, жуыңыз, кірлеріңізді жуыңыз, қолмен жуатын кірлерді қолмен жуыңыз. Осының барлығы сіздің жан дүниеңіздің тыныштала бастауына себеп болады. Өйткені сыртта тәртіп орнаса, іште де тәртіп орнайды. Үйдің тап-таза болуы, ол сіздің жан дүниеңізде тап-таза екенінің көрінісі. Үй реттеле бастаса, жан дүниеңіз реттеледі, ойларыңыз да реттеледі. Ол реттеле бастаса, түсіңіз де жақсарады. Сондықтан осы бірнеше амалдарды қатар қолданып көріңіздер. Сіздерге бір мысал айтайын, жай ғана өмірлік мысал ретінде. Адам әрине көбіне көп жас кезінде таза болады. Енді жас адамның лас болуы кешірілмейтін айыптардың біреуі ғой. Күн әдемей қояқ, бірақ айыпты жағдай ғой. Бірақ жастардың ішінде өте көп лас адамдар болады. Солардың ішінде ол лас жағынан, нашар жағы туралы ешнәрсе айтпай қояйын, жақсы жақ туралы ғана айтайын. Біріншіде мынадай бір жағдай болды. Бұл осыдан қателеспесем 12 жыл бұрын болған шығар шамасы. 12-13 жыл бұрын ба, анық есімде жоқ. 2012 жылдар болған шығар деп ойлаймын. Астана қаласында біз 2010 жылдан бастап тұрамыз. Ол жерде алғашқы кезеңдерде біз балаларымызбен пәтерде тұрып жаттық. Кешіресіздер, пәтер емес, ол жерде жатақханада тұрып жатқан кезіміз ол біздің. Оның өзі секциялық жатақхана. 2 бөлмелі жатақхананың бір бөлмесі, былайша айтқанда, секциялық жатақхананың. Сонда мынадай бір жағдай болды. Біздің бұрынғы Алматы қаласында ұлттық ғылым академиясында жұмыс істеген әріптесіміз
Астанаға келетін болып жатты. Баласымен келетін болып жатты. Сосын әрине адам білетін адамына хабарласады ғой, ол маған хабарласты. Тура сол кезеңдерде ол келетін күні біз балалармен бірге жолға шығып кететін болып жатқанбыз. Билет алынып қойылған, сапарға дайындалып қойғанбыз. Өзі аз ғана балалардың демалсын кезінде елге барып келеміз деген болуымыз керек, қателеспесем. Ол да баласын демалсын кезінде Астана қаласына келіп, баласын қыдырту ма, сондай да бір жағдаймен келген. Сонымен мен енді ол кісіге кілтті барлығын қалдырып жатырмын ғой. Кілтті қалдырып, телефонмен хабарласып, осылай деп бәрін айтып қойдық. Осы үйге келіп тұра беріңіздер, бос, осы жатақханада, осы жерде тамағыңыз бәрін істеп ішіп, осында жата беріңіздер. Содан кейінірек айтады ғой. Телефонмен хабарласып та, кейін мен біраз уақыт өткенде Алматы қаласына барғанда да осыны ерінбей қайтадан еске салады. Ол айтады, ой тобай дейді. Біз таң атпай кеткенбіз. Таң атпай жолға шығып кеттік, мысалға таңғы сағат 6:30-да да болу керек. Ол сағат 10-дар шамасында келді баласымен біздің үйге. Балам өте кішкентай, біреу қателеспесем бір 2-2 жарым жаста, 2 жарым жаста, анық 2 жарым жаста, екіншісі де бір 6-7 жаста, солай ғой енді. Сонымен ол үйге келіп кірген, үй тап-таза, тап-тұйнақтай, барлығы өз орнында, тіпті ол кісілердің заттарын қоятын орындарды да босатып реттеп кеткенбіз. Ыдыс-аяқтың бәрі жуылған, айнадай болып тұр ғой енді. Төсектер жиулы мұнтаздай. О тобай деп үнем айтады. Бірнеше рет осы сөзін маған айтты. О тобай деп, келгенде балам айттым деді. Міне қараш деп. Таң атпай кетті, 2 баламен, кішкентай баламен. Мұнтаздай үйдің іші. Тағы бізге керек заттың бәрін жасап кеткен ғой. Не деген тазалық деп таң қалдым деп. Енді жастықтың да күші бар ол кезде. Сосын адам болмысында таза болса, ол үнем әрісінен көрінеді. Бірақ осы жерде мен басқа нәрсеге назар аударғым келеді. Демек, менің санамда тап-таза болған, санамда да бәрі реттеулі болған ғой. Мәселе сода болып тұр ғой. Санаң ретті болса, ісің де ретті, өмірің де ретті болады. Және керісінше, ісіңді, өміріңді, заттарыңды, шкафыңды деген секілді, менің шкафым осы жақта тұр да, сондықтан айтып жатырмын. Киім кешегіңді, тағы басқаны бәрін реттеп жүрсең, бірте-бірте санаң, ойың, сыртқы істерің де реттеле бастайды. Тазалық өте қажетті нәрсе. Айтпақшы, мұның парапсихологиялық тастары бар. Бұл бірнеше жыл бұрын бұл дәлелденді. Қазір парапсихология ғылым ретінде қалыптасып кеткен ғой. Көп нәрсе дәлелденген. Соның ішінде бірнеше жыл бұрын дәлелденген нәрсе вибрациялық аппарат ойлап табылған. Маятник сияқты нәрсе ғой, вибрациялық. Тек қана ол маятник жақсы энергия мен жаман энергияға әсерленетін маятник. Сондай нәрсемен ойлап табылғанда ол. Сонда мысалға тап-тұйнақтай болып жиналып тұрған төсектің үстіне немесе киімнің үстіне қойғанда ол бір қалыпты тыныш тұрады, маятник тербелмей. Ал енді шашылып, сол төсекті шашып тастап, мысалға араластырып тастап, немесе киімдерді әрқайсысын бұрап араластырып тастап қойып үстіне қойған кезде маятник тоқтаусыз шайқалады. Бұл не деген сөз? Бұл тап-таза, тап-тұйнақтай жерде табиғи түрде өте жақсы энергия болады деген сөз. Ал енді маятник тоқтаусыз шайқалған, жаңағыдай лас жерде лас энергия болады деген сөз. Сол үшін исламда да бар, қазақы дүниетанымда да соны ала қойған, жинап жүруді барлығын қазақ үнем айтып отырады. Ыдыс-аяқтың бетін жауып кет дейді. Тамақты ашық қалдырма дейді. Тіпті оқып отырған кітабыңды да ашық қалдырма деп айтады. Төсегіңді жинап кет дейді. Киіміңді жинап кет дейді. Киіміңді оң қаратып жина деп айтады. Мысалға, астыңғы киімдермен үстіңгі киімді араластырма дейді. Үстіңгі жағы жоғары жаққа киетін киімді аяқ жағыңа қойма дейді. Аяқ жағыңа киетін киімді жоғары жаққа қойма дейді. Осының бәрінде үлкен астары бар. Тазалық туралы дінде де көп айтылады, тазалық туралы біздің ұлттық дүниетанымымызда да көп айтылады. Сондықтан бұның бәрінің де мәні бар. Ал дінде де осындай ластық болған жерде жын шайтан болады деп бекер айтпайды. Лас энергия деген сөздің өзі сол шайтани энергия деген сөз ғой. Сонымен бұл жағымсыз түстер көріп жүрсе не істеуге болады деген нәрседен шықты. Осылай өте көп нәрсені жасауыңыз керек. Біріншіден дем салдыруыңыз керек. Көп нәрсе болғанда бәрі қатар жасала беретін дүние. Қиын ештеңесі жоқ. Екіншіден, жақсы нәрседі оқуыңыз керек, жақсы нәрседі көруіңіз керек, жақсыны тыңдауыңыз керек. Үшіншіден, жаманнан тыйылуыңыз керек. Жағымсыз видеоларды көзіңіз түсіп қалса да ары қарай қарамаңыз, тыңдамаңыз. Жаман жаңалықтарды оқымаңыз. Көзіңіз түсіп қалса да сол жерден тоқтатыңыз. Одан кейін мақсат қойыңыз, сол мақсатыңыз туралы жазып, қарап, ойланып оған уақыт бөліңіз. Үй ішін жасалмай жүрген істеріңізді жасаңыз. Орындалмай жүрген уәделеріңізді орындап аяқтап тастаңыз. Әйел адамдар болса, тіпті ер адамдарға да қажетті нәрсе. Заттарыңызды жиып, теріп, реттеп, үй ішінде, киіміңізде, тұтынатын заттарыңызда тазалық орнатуға тырысыңыз. Айнаңызды, өзіңіз күнде қарайтын айнаны тазалауды әдетке айналдырыңыз, терезелерді сүртіп тұруды әдетке айналдырыңыз, терезенің алдын сүрту. Осының барлығы да кәдімгідей реттеу жұмыстарын жасағанда ой сана реттеледі де, одан кейін түс те оңалады.
Түс оңалмай іс оңалмады деген бар, және жаңа айттым, керісінше іс оңалмай түс оңалмайтын да кезі болады. Істі реттесең түсің де реттеліп кетеді. Мынадай нәрсені байқаған шығарсыздар барлығыңыз, жақсы көңіл күйде жүрген кездеріңізде, ойыңыз сергек, ширақ, жақсы жүріп, жинақы болып жүрген кезіңізде, түсіңізде де тура солай жинақы болып жүресіз. Түсіңізде де тура солай жинақы түрде сарт-сұрт барлық тірлікті жасап, сарт-сұрт сөйлеп, барлығын реттеп жүресіз. Демек сіздің осы өңіңіздегі болмысыңыз сіздің түсіңізге де әсер етеді. Соны ұмытпаған жөн. Ары қарай жүрейік. Дем салатын әр қаладағы шәкірттердің бәріне жоғарыдағы телефон арқылы жазыласыздар. 8777 425 28 29. Ясин сүресін өзіңіз оқысаңыз болады, бірақ дем салу мақсатында емес, құлшылық мақсатында оқыңыз. Дем салу мақсатында оны сол діннен жақсы хабардар, мысалға ол имам молда болуы мүмкін, соны шарттарын да білетін, ең алдымен ғұсылдың шарттарын жақсы білетін, ғұсылдан кейін оны шартымен орындайтын, дәреттің шарттарын жақсы білетін, оны шартымен орындайтын, 5 уақыт намазын оқитын, енді қаза қылса да бір күндікін бір күнге жібермей оқитын, және ең болмағанда көп жылдар бойы намаз оқып келе жатқан адам дем салады. Ал енді емшілеріміз, біздің емші шәкірттеріміз соған қоса кәсіби емшілік курсын үйреніп, осы дем салудың тәртібін түгел үйренген адамдар. Осы екі типтегі адамдар ғана дем сала алады. Басқа уақытта ондай үлкен нәрселермен айналысып дем салам десеңіздер, жазатайым бойыңызда ауыр дуа болып қалса, немесе ауыр тіл көз болып қалса, өте қатты, енді мұрттай ұшады дейді ғой қазақ, мұрттай ұшып қатты ауырлап қалуыңыз мүмкін. Өйтіп ұшындырмаңыз. Дем салдыруға маманға барыңыз. Ал енді өзіңіз үшін құлшылық ретінде оқып жүре беріңіз. Өзі үшін дем салудың бір ғана формасы бар, оны айтқанбыз, ол жатар алдында Ықылас, Фалақ, Нас сүрелерін 3 реттен оқып, сүфтеп қолға дем салып, пайғамбарымыздың сүннеті бойынша денелеріңді сүртіп шығу. Әрине, екінші бір әлсіздеу ғана нәрсе бар, суға дем салып ішу деген болады. Бірақ оны жаңағы Ясинді дем салып ішудің қажет жоқ ол кезде. Өйткені ол күрделі дүниеге жатады. Ясинді дем салу мақсатында оқу, өзі кәсіби білікті мамандар болмаса, адамға көп ауыртпалық алып келеді. Сондықтан көп нәрсені тартыныңыздар. Әр істі өзінің маманнан сұра деп, яғни білмесеңдер білім иесінен сұраңдар деді ғой Құранда. Барлық уақытта білім иесіне жүгіну керек. Өйткені сіз білмейтін оның ауыр астарлары көп болады. Сіз білмейтін залалдары көп болады. Жақсы ниетпен жасасаңыз да, біліп-білмес деген күнә деген нәрсе сол ғой. Жақсы ниетпен жасасаңыз да, жаман салдар болып қалуы мүмкін. Басты қылып қалған адам бәрін молдаға жетектей бермеңіздер. Жаңылсын сізге айтып отырмын, сіз біздің осыдан аз ғана уақыт бұрын қойылған, негізі бұдан 5 жыл бұрын қойылған эфирді қайтадан қоя салдық. Өйткені бізде сұрақтар қайталана береді ғой. Сондықтан соңғы кезеңдері өзі эфирге шығуға қажеттілік қалмай қалды. Барлық сұрақ бұрын жауап беріліп тасталған, соны кесіп алып қойып отыруға тура келіп жатыр да. Өйткені қайта-қайта сұрақ қойыла берсе, эфирдің де мазасы кетеді. Жаңадан кейін қосылғанда бұрын оқырмандардың бәрінің мазасы кетеді. Сондықтан бастығылу жындардың әсерінен бе деймін ба, бастығылудың 5 түрлі себебі деген мен эфирім бар. Жақында ғана қойылды. Сол жерден қарай салыңыздар. Бастығыл деген деп молдаға сүйре берудің керек жоқ. Оның дінге де, басқаға да, жаңағы жынға да, сайтанға да түк қатысы болмауы мүмкін. Ары қарай жүрек, өте аз уақытымыз қалды. Жоқ, әртүрлі адамға дем салдыра бергенде былай ғой. Әртүрлі адам болғанда түрлі деңгейдегі адамға дем салдырмаңыз. Тек қана 2-ақ түрлі маман деп бағанадан бері айтып отырмын ғой. Олардың ішінде біреуінен дем қоймайса, біреуіне дем салуға баруыңыз мүмкін. Олардың ішінде мысалға ол жаңа айтқандай дәулескер имам молда болса, осы саланы жақсы білетін. Екіншіден, кәсіби білімі бар емші болса. Кәсіби білім деген не? Ол емші міндетті түрде дем салудың бүкіл тәртібінде басқасын бәрін үйренген адам, ол міндетті түрде тәжвид оқып, Құранды үйренген адам, міндетті түрде ол осы мен өзіміздің кәсіби курстағы емшілер туралы ғана айтамын. Массаж да бар, басқа да бар, қосымша емшілік түрлерінде игерген, медицинадан біршама хабардар болып шыққан, жан-жақты білімі бар адам. Өзін қорғаудың да жолдарын, сізді қорғаудың да бүкіл жолдарын қорғау болғанда, жаңа сізге тиісті дем салудың бүкіл жолдарын білетін адам. Сондан осы екі санаттағы, яғни осы екі категориядағы адамдарға ғана дем салдыра аласыз. Егер біреуіне барып көңіліңіз толмай жатса, мысалға 3 күн кемі дем салдырыңыз, кімге болса да. 3 күн дем салдырып, нәтиже болмай жатса, көңіліңіз толмай жатса, 1-2 күннен соң басқа адамға барып та дем салдыруыңызға болады. Бірақ осы дәрежеге жетпеген, кім көрінгенге мен емшімін деп отырған, бисмиллахир-рахманир-рахим деп отырған, бисмиллахын да дұрыс айта алмайтын адамға барудың қажеті жоқ. Жоғары деңгейдегі емшілерге немесе жоғарғы деңгейдегі имамдарға барып дем салдыруыңызға болады. Оларда әр түрлісіне баруыңыз мүмкін.
бірақ араға кішкене уақыт салыңыз. Әрқайсысына ең болмаса 3 күн қаралыңыз. Әйтпесе нәтиже өзі 3 күннен кейін болады көп жағдайда. Сондықтан ой, баршаңызға рахмет. Бүгін керемет жақсы сұрақтар қойдыңыздар. Әр эфирде осылай отырсаңыздар ғой, шіркін. 2 күннің бірінде шығар едім эфирге. Мен таптаурын сұрақтар қойыла бергесін жалғып кетемін де, эфирге шыққым келмей барып шығатын жағдайларым болады. Қашанда тікелей эфирге тікелей шығамыз да, тікелей қойылған сұраққа ешқандай дайындықсыз жауап береміз. Сондықтан барлық уақытта эфирге кіруге тырысыңыздар, хабарлама, уведомление қойыңыздар. Үлгергенімізше сұраққа жауап береміз. Міне 1 сағаттан асса эфир сақталмай қалу қаупі бар. Сондықтан міне 1 сағатқа жетіп қалдық. Аман есен болыңыздар. Қашанда осылай жақсы сұрақ қойып, жақсы күндерде жолыға берейік. Аман болыңыздар.